Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүние» атты кітабынан «Шыңғыс ханның моласы қайда» деген ой толғауын оқып беремін. Қазақ тілді контентті қолдап, каналыма жазылыңыздар. Шыңғыс ханның моласы қайда? Жарты әлемді жаулаған Шыңғыс хан Таңғұт елінде әлдеқандай жұмбақ ажалдан кеткен дейді тарих. Ең жақын адамдары Шыңғыс ханның денесін қара жерге көміп, үстінен 1000 жыл қайдатып, таптап тастаған дейді. Оны көміскен адамдардан тірі куә қалдырмай, бәрін өлтіріп тастаған. Бұл сірә Бұрхан тауының бір сілемі көрінеді. Енді бір аңызда Орхон өзенін басқарнаға бұрып жіберіп, соның табанына терең қазып, Шыңғыс ханның сүйегін 9 қабат табытқа салып, Орхонды қайтадан өз арнасына бұрып жіберген. Шыңғыс ханның сүйегі өзеннің табанында жатыр деседі. Таяуда бір көріпкел қазақ Шыңғыс ханның қай жерде жатқанын мен білемін деп баспасөз арқылы бөсіп еді. Әлі ештеңе жоқ. Шыңғыс хан бұл фаниден өткелі 1000 жыл болайын деп қалды. Жаңа техникамен қаруланған жапондар да іздеп жатыр. Нәтиже жоқ. Бір кем дүние деген осы. Келесі жолы қандай әңгіме тыңдағыларыңыз келеді? Пікір қалдырыңыздар.